وَإِذَا اشْتَرَى سَبْعَةٌ بَقَرَةً لِيُضَحُّوا بِهَا. Енді 7 адам біріксе бір сиырды союға, ол жарайды. 7 адамға дейін бірігуге болады. Енді сұрақ сіздерге, 6 адам немесе 5 адам, 4, 3, 2 адам деген нәрсеге қалай қарайсыздар? Сиырға біріге ала ма? 2 адам бірігіп бір сиыр союға, 3 адам бірігіп бір сиыр союға, бұл жерде 6 адам болып қалды, 7-ге толмай қалды. Мәселен бәріне 7 болып келген хадистерге қарасаңыз мысалы, бола ма, болмай ма ондай кезде? Естігендеріңіз бар ма? 6 адам, 5 адам бірігіп бір сиыр сою мәселесін. Бұл нәрсе еш қозғалмайды екен да? Мен байқауымша. Көп жерде 7 деп айтылып кетеді, 7 адам біріксін дейді да. 6 болып қалса ше, 5 болып қалса ше деген сұраққа ешкім қоймайды ма? Ол нәрсені ешкім іздемейді ма ары қарай? Бірақ бұл нәрселе мына жерде келмесе де астында ғалымдардың мәселесіне келді де жаңа. Маған да сондай қызық болып жүрген нәрсе. Неге осы 6, 5 деген нәрсе келіп қалса қалай болады деп. Оны қиясқа сүйеніп отырып рұқсат берді ғалымдар. Егер Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 7-ге дейін деп айтса, демек 6 адам, 5 адам болса одан жақсырақ емес па дейді да. Дұрыс па? Азырақ адам жиналған үлкен нәрсеге көбірек ақша шығарып отыр ғой себебі. 7 адамға қарағанда 5 адам көбірек ақша шығарады. 7-ге бөлдірсең, ол азырақтан тиер еді 7-еуіне мысалы. Ақылға, қиясқа салған кезде ол дұрысырақ қой дейді да, солай болуы. Деп рұқсат берді оған ғалымдар. 6 адам немесе 5 адам жиналып бір ірі қара соямыз, 2 жасқа тоғын ары қарай, 2 жастан ары қарай асқан сиыр соямыз деп жатса, 3 жасқа, 4 жасқа қалады мысалы. Рұқсат берілді. فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ النَّحْرِ وَقَالَتِ الْوَرَثَةُ اذْبَحُوهَا عَنْهُ وَعَنْكُمْ أَجْزَاهُمْ. 7 адам бірігіп бір ірі қара сояйын деп жатыр еді құрбандыққа. Біреу қайтыс болып қалды. Ақшасын беріп қойған ғой 7-еуі. Біреу қайтыс болып қалды. Малды сатып алып қойған. Енді не істейді? Егер оның мирасқоры бар, арқасында перзенті бар, перзенті әкемнің атынан да сойылып кете берсін болды десе, рұқсат беріп жіберсе, бола береді. Сойыла береді. وَإِنْ كَانَ شَرِيكُ السِّتَّةِ نَصْرَانِيًّا أَوْ رَجُلًا يُرِيدُ اللَّحْمَ لَمْ يَجُزْ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. Сол жаңағы 7-еудің біреуі христиан болып қалды. 6-ау енді бір мал сояйын деп жатыр еді, мен де қосылсам бола ма 7-ші болып деді. Ол христиан болып шықты. Немесе мұсылман бола тұра оның ниеті құрбандық емес, үйде ет жоқ еді, етті болып қалайын осымен бірге деп ойлап қалған болса, ниет солай болып қалған болса, жарамай қалды. Ана 6-ауын да құртты. Мынаның ниетіне қарай, ана 6-ауының дұрыс болып тұрған ниеттері құртылды да. Олар қайта сою керек болып қалады да олар енді. Көрдіңіз бе? Сол үшін бірігетін кезде өте қиын мәселе, ниеттерін бірдей қылу керек. Ол 7-еуін жинап алу керек та бір жерге. Біргейін деп жатсыңдар ма, жақсылап оларға түсіндіріп, үйде ет жоқ деген мәселені қойыңдар, ол құрбандыққа шалынады. Одан кейін ол ет жейсің ба, үйіңе сақтап қоясың ба, тарқатасың ба, тамақ қып шақырасың ба, адамдарды өзің білесің. Бірақ шалынатын кезде ниетте құрбандық болу керек та. Сол үшін 7-еу бірігетін болса, оның 7-еуінің ниеті бір жерден шығу керек. Олар соны шешіп алу керек. Біреу бөлініп қалса ниеті, қалған 6-ауының де зардабы тиеді.